Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді, бір жасағанда шығатын, биік боп шығатын бисквит жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бисквиттің құрамын дайындап аламыз. Барлығын описанияға төменге жазып кеттім. Өлшеп барлығын дайындап алыңыздар. Бізге қант, 5 жұмыртқа, ұн және қопсытқыш қажет болады. Және де 2 таза ыдыс қажет. Ыдысымыз таза әрі құрғақ болу керек. Және бізге миксер қажет болады. Ең әуелі жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Мен артық бір кесе алып қойдым. Кесеге шағып алып, жұмыртқамызды ажыратып алып барып қостым. Бұл өздеріңізге байланысты. Если тамып кетпейді десеңіздер, бір ыдысқа ажыратып сала берсеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Ешқандай жұмыртқаның ағына бір тамшы болса да жұмыртқаның сарысы тамып кетпеу керек. Енді осы ажыратып алғаннан кейін қантымызды 2-ге бөліп салатын боламыз. Жұмыртқамыздың сарысына жартысын салып, жартысын миксерлей отырып ағына қосатын боламын. Миксердің ең аз жылдамдығынан бастап, қантымызды ақырын-ақырын сала отырып миксерлейміз. Миксердің ең ақырын жылдамдығынан бастап, жылдамдығын ақырындап қосып отыратын боламыз. Қантымызды бірден бірақ салып жібермеңіздер, 2-ге 3-ге бөліп салатын боламыз. Мінекей, жұмыртқамыздың ағы осындай болып, крем сияқты тәріздес болып шығады. Бұл бізде дұрыс араласты деген сөз. Енді жұмыртқамыздың сарысын әбден ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Мінекей әппақ болғанша осылай миксерлеп алатын боламыз. Енді осыған жаңа араластырып қойған жұмыртқамыздың ағын ақырындап отырып салып, жаймен астынан үстіне қарай араластыратын боламыз. Барлығын ақырындап 2-ге 3-ге бөліп салып, барлығын толықтай араластырамыз. Мінекей осындай әдемі қоймалжың болып шығады. Енді ұнымызды дайындайтын боламыз. Алдын ала ситаға осылай ұнымды өлшеп салып қойдым. Осыған 2 шай қасық толтырмай қопсытқыш қосатын боламын. Қатты толтырмаймыз, 2 шай қасық салып, осының ішіне бір араластырып аламызға, ұнымызға 2-3-ге бөліп отырып салатын боламыз. Барлығын мұқият астынан үстіне қарай араластырып алатын боламыз. Өте көп араластырудың қажеті жоқ, өйткені бисквиттеріңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Мінекей осындай қоймалжың сұйықтығымыз дайын. Енді осыны өздеріңізде бар формаға пісіре берсеңіздер болады. Мен осындай кальцоға пісіремін, астын пальгамен осылай қымтап жауып қойдым. Беті тегіс болу үшін сәл осылай кішкене сілкілеп қозғалтып, бетін тегістеп жібердім. Осыны қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минут пісіріп алдым. Менің бисквитім 25 минутта пісіп шықты. Осындай биік жұмсақ бисквитті сіздер де шайға жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.